Балалар көркем сурет мектебі үшін өткен 2018 жыл үлкен жеңіспен аяқталып, ағымдағы 2019 жылда үлкен жетістіктермен басталды. Мектеп оқушылары желтоқсан айында Алматы қаласында өткізілген 3-ші халықаралық Глория көпжанрлы конкурс фестиваліне қатысып, сән театры номинациясы бойынша үздік атанды. Биыл жаңа бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жаңа мода сәнді біз өз-өзімізді көрсету үшін жаңағыдай жаңа бағыт алдық. Бізде тек сурет салып қана қоймай, біз заманауи қалыспай жаңағы модельный неге бір жаңалық ашу үшін осындай қадамдарға жасап жатырмыз. Оған бізге мектеп директоры Геннадий Хамич үлкен көмек беріп, жаңа спонсорлық, бұның бәрі былай айтқанда қаражатқа кеп тіреледі. Сол қаражатты бәрін тауып, бізге көмектесіп, қалған біз мұғалімдер, ұстаздар осы көркем сурет мектебін алып кетіп, жаңағы біздің жастардың енді идеясы болғаннан кейін, жаңағы біздің ұсыныс болғаннан кейін басшыға ол кісі бізді қолдап, міне осындай дәрежелерге жетіп жатырмыз. Сән жаңа бағытында жұмыс жасау үшін мектеп ұстаздары бірігіп, Шик-арт деген атаумен шығармашылық ұжым құрды. Ұжым мүшелері 2 ай бойы талмай еңбек етіп, байқауға костюмдер тіккен. Оның бір тобы тарихи үлгіде безендірілсе, екінші коллекция жан жануарлар стиліне арналды. Шик-арт дегеніміз енді шик деген енді орыстың сөзі шикарныйдан шыққан сияқты, енді ең жақсы керемет деген сияқты, я. А арт дегеніміз ол искусство. Біз бұны жасағанымыз мына рухани жаңғыруға байланыстырып, қазақтың ежелгі салт дәстүрлерін, ежелгі киім жобаларын насихаттау үшін неттік. Және де екінші тарауы бар, оның ішінде мына қызыл кітапқа енген аңдардың бейнелерін тоже көрсетуге тырыстық. Бұдан бөлек мектеп оқушылары дәл осы топтамаларды 5 қаңтарда елордамызда өткен 7-ші халықаралық феерия конкурс фестивалінде де көрсетіп, 1-ші дәрежелі лауреат атанып қайтты. Мне очень понравилась наша поездка. Маған біздің сапарымыз өте ұнады. Осынау халықаралық байқауда туған қаламыздың намысын қорғап, көркем сурет мектебінің ұстаздарымыздың абыройын асқақтату мен үшін зор мәртебе, тәжірибе болды. 35 жылдық тарихы бар көркем сурет мектебінде бүгінгі таңда 700-дей бала өнер саласының жілігін шағып жүр. Осы уақыт ішінде мектеп оқушылары мен ұстаздары талай биіктерден көрінді. Алайда алар асулар мен шығар шыңдар әлі де алда деп отыр өнер майталмандары. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.